Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Менің есімім Нахов Жолдай Махамбетұлы, мен дәрігер-ревматолог болам. Бүгін біз анкилоздаушы спондилоартрит немесе Бехтерев ауруы бойынша сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Алдыменен бұл ауру туралы айтатын болсақ, анкилоздаушы спондилоартрит бұл созылмалы қабынулық ауру, көбіне омыртқа жотасын және перифериялық буындарды, сонымен қатар көз, ішек және тағы басқа органдарды зақымдауы мүмкін қабынулық ауру болып табылады. Қысқаша айтқанда, Бехтерев ауруы жас адамдарда кездесетін, омыртқаның сүйектенуіне алып келетін аутоиммунды ауру. Ал енді сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін болсам, бірінші сұрақ, аурудың алғашқы белгілері қандай? Егер бел ауруы 3 айдан ұзақ мазалайтын болса, сізде Бехтерев ауруы болуы мүмкін. Сізде таңертең ұйқыдан тұрғаннан кейін бел аймағындағы ауырсыну, немесе түнде ұйықтап жатқан кезде түннің екінші жартысында беліңіз ауырғаннан ұйқыдан тұратын болсаңыз, таңертең ұйқыдан тұрғаннан кейін беліңіз немесе басқа да буындарыңыз ұйып, құрысып, ауырып тұратын болсаңыз, сізде Бехтерев ауруы болуы мүмкін. Және кішкене уақыт өткеннен кейін сіз кішкене қозғаласыз, жаңағыдай жуынып келгеннен кейін 30 минуттың ішінде сізде бүкіл денеңіздің құрысығаны, ауырғаны, ұйып тұрған секілді сезімдер, барлықтары буындарда кетіп қалатын болса, бұл Бехтерев ауруының алғашқы белгілерінің бірі болып табылады. Келесі сұрақ, бұл остеохондроздан несімен ерекшеленеді? Остеохондроз күндіз ауырады, Бехтерев түнде ауырады, немесе ұйқыдан тұрғаннан кейін ауырады деп қысқа жауап берсек болады. Өте дұрыс сұрақ. Остеохондроз дегеніміз, немесе өзге де протрузия, грыжа деп аталынатын омыртқаның зақымдалуы мен жүретін ауруымен Бехтерев ауруының айырмашылығын айтатын болсақ, остеохондроз кезде сізде жүктемеден кейін, физикалық көп қозғалыстан кейін, жұмыс жасау барысында қанша сіз көп күш салсаңыз, соншалықты ауру күшеюі мүмкін. Бұл остеохондроз немесе грыжаның басталынатын алғашқы белгілері болуы мүмкін. Бехтерев ауруы кезінде сізде таңертең ұйқыдан тұрасыз, беліңіз немесе өзге де тізеңіз, бір иығыңыз немесе басқа да буындарыңыз ұйып ауырып тұрған секілді болады. Қолдарыңызды толық ашып жұма алмайсыз, өзіңіз қалаған қимылдарды еркін жасай алмайсыз. Ұйқыдан тұрасыз, бірден сол кезде сізде ауырсыну сезімімен тұрасыз. Және ұйқыдан тұрасыз, сізде сол кезде ауырсыну сезімі болады. Бұл ауырсыну сезімі болады. Кішкене уақыт өте келе ауырсыну белгілері, кішкене физикалық жүктемеден кейін сіздің ауру белгілеріңіз толығымен кетіп қалады. Яғни бұл Бехтерев ауруы кезінде бүкіл сіздегі буындарыңыз ұйып тұрды, қозғалдыңыз, ауру кетті. Ал сіз ұйқыдан тұрдыңыз, барлығы жақсы болды, отырған кезде ауырмайсыз. Кішкене физикалық жүктеме, қозғалыс барысында ауру күшейсе және ол шыдатпайтындай ауру бола беретін болса, тынышталып отырған кезде аурудың белгілері кетіп қалатын болса, бұл остеохондроз. Келесі сұрағымыз, қандай шағымдар болуы мүмкін? Егер тізені бүкпей, еңкейіп, жерді қолыңызбен ұстай алмайтын болсаңыз, немесе еңкейіп жатқан кезде беліңіздің ауырғаны күшейсе, бұл Бехтерев ауруының алғашқы белгілерінің бірі болып табылады. Алғашқы белгілері жаңа айтып өткенімізде ең жиі зақымдалынатын, бізде омыртқаның жамбас сүйектерімен байланысқан жері, сізде жамбас аймағы немесе бел аймағыңыз ауырған сияқты сезім болынады. Сонымен қатар омыртқаның басқа да аймақтары зақымданып ауру сезімі болуы мүмкін. Жаңағы ұйқыдан тұрған кезде тек қана бел аймағы емес, кеуде тұсыңыз немесе мойын аймағыңыз да ауруы мүмкін. Және терең тыныс алған кезіңізде таңертең ауырсыну күшеюі мүмкін. Яғни омыртқаның барлық бөліктері зақымдануы мүмкін. Сонымен қатар тек қана омыртқа емес, бұл аурудың өзінің типтары бар. Ең жиі
кездеседі омыртқаның зақымдануы. Сонымен қатар өзге де перифериялық біздің буындарыңыз, яғни бір тізеңіз оң немесе сол, табан аймағы, иығыңыз немесе қолыңыздың саусақтары да ісініп ауырсынуы мүмкін. Бұл кездерде екеуі бірге жүруі мүмкін, яғни беліңіз кішкене ауырсынады және бір буыныңыз әрқашан қайта ісе беруі мүмкін. Ешқандай себепсіз травма немесе сіз ол жерге инфекция ештеңке түспеген, бірақ буыныңыз ісіп ауырта береді және беліңіз ауыртуы мүмкін. Екеуі қосылып тағы да бір типі болуы мүмкін. Саусақтарыңыз ісетін болса, ол тек қана бір буыныңыз емес, бір саусағыңыз толығымен сосиска тәрізді ісініп кетуі мүмкін. Бұл Бехтерев ауруы кезіндегі ең бір негізгі симптомдардың бірі. Сонымен қатар тағы да жиі кездесетін бұл табаныңыздың ұзақ уақыт тұрған кезде бірден жүрейін десеңіз жүре алмай қаласыз. Табаныңыз аяғыңызды басқан кезде ауырсынады, сосын кішкене жүргеннен кейін, қозғалғаннан кейін аяғыңыздың табаныңыздың ауырғаны кетіп қалуы мүмкін. Бұл буындарға бекітілген сіңірлердің қабынуы кезінде пайда болатын симптом, яғни энтезит деп аталынады. Симптом, энтезит көбінесе осы Бехтерев ауруы кезінде кездесуі мүмкін. Келесі сұрағымыз, қандай қосымша белгілер болуы мүмкін? Көздің қызаруы, ішектің қабынуы немесе псориаз бұл Бехтерев ауруының симптомдары болуы мүмкін. Жаңа басында айтып өткеніміздей, тек қана буындарды немесе омыртқаны зақымдайтын емес, сонымен қатар өзге де органдарды зақымдайтын жүйелі қабынулық ауру болып табылады. Ең біз қорқатынымыз және пациенттерде жиі кездесетін көздің қабынуы. Бұл пациенттеріміз көздің қабынуы сізде жарыққа қараған кезде бірден жарықтан қорқатыныңыз немесе көзіңіздің қайта жасаурауы, көзіңіздің қызаруы, бұл бізде увеиттің алғашқы белгілері болуы мүмкін. Басқа көз ауруларынан ерекшелігі және мұндағы басты назар аударатын мәселе, уақытылы емді қабылдамайтын болсаңыз, дәл осы көздің қабынуының әсерінен сіз көзіңіз мүлде көрмей қалуы мүмкін. Дәл осы ауру кезінде біздің қорқатынымыз көздің қанмен қамтамасыз ететін тамырлы қабатының қабынуының әсерінен пайда болған аурудың әсерінен пациенттеріміз қайта көре алмай қалуы мүмкін. Сондықтан бұл өте біз үшін қорқынышты, қауіпті белгілердің бірі болып табылады. Сол себепті міндетті түрде біз офтальмологқа әр 6 ай сайын бұл пациенттерді жіберіп отырамыз. Сонымен қатар екі көз бірден зақымдалынбайды. Тек қана көз емес, сонымен қатар бізде ішектің қабынулық аурулары да жиі кездеседі. Ішіңіз көп өтуі немесе іш қатулары кездесуі мүмкін. Сонымен қатар жүрек, бүйрек, тері аурулары да осы Бехтерев ауруы кезінде кездеседі. Ең бір кездесетін тері ауруы бұл бізде псориазбен ауыратын пациенттер, яғни терісінде псориазы бар пациенттерді біз әрдайым дерматологтармен бірге жұмыс жасап, пациентті әрқашанда біз тексеріп отырамыз. Осындай белгілер жаймен басталуы мүмкін, немесе болса да пациенттер енді назар аудармай жүре беруі мүмкін. Сол себепті әртүрлі асқынулардың алуымыз үшін псориазы бар пациенттер әрқашан біздің бақылауымызда болады. Келесі сұрағымыз, ерлер мен әйелдерде ауру әртүрлі өтеді ме? Ерлерде ауру агрессивті өтеді, әйелдерде бұл ауру баяуырақ дамиды деп айтсақ болады. Бұл ауру көбінесе 40 жасқа дейінгі адамдар ауырады. Солардың ішінде ер адамдар өте көбірек ауырады және ер адамдарда бұл ауру агрессивті өтеді. Уақытылы ем алмайтын болса, пациенттеріміз тез арада омыртқаларының иілгіштігін бұзылып, омыртқалары сүйектеніп, поза просителя дейді, яғни иіліп қалады пациенттеріміз, омыртқалары қозғалмай қалады. Сондықтан ұйқыдан тұрған кезде беліңіз ауыратын болса, міндетті түрде ер адамдар дәрігерге
көрінуі қажет. Және қазіргі кезде 15 жастан бастап жасөспірім балаларға да бұл диагнозды қойып барынша ерте емдеуге тырысамыз. Себебі бұл ауру ер балаларда енді оқу бітіріп жатқан кезінде, енді әскерге барайын деп жатқан кезінде асқынып қайта қалпына келмейтін өзгерістерге алып келуі мүмкін. Яғни омыртқаның сүйектеніп толығымен қозғалыс иілгіштігінен айырылып қалуы мүмкін пациенттеріміз. Сол себепті біз барынша емді ерте бастаймыз. Ал әйел кісілерге келетін болсақ, бұл ауру әйел кісілерде өте жеңіл өтеді және омыртқаларының сүйектеніп иіліп қалған кезі өте аз. Бірақ бұл ауру баяу дамығандықтан әйел кісілер дәрігерге уақытылы көрінбеуі мүмкін және диагнозды қойып емді бастайтын уақыттан өтіп кетіп, диагноз кеш қойылғандықтан пайда болған асқынуларды қайта қалпына келтіре алмауымыз мүмкін. Қайта қалпына келтіре алмауымыз мүмкін. Келесі сұрақ, дәрігер диагнозды қалай қояды? Диагноздың кілті пациенттің жасы, шағымы және инструменталды әдістер МРТ болып табылады. Қазіргі таңда диагноз қоюымыз үшін өзінің критериялары бар. Ол критерияларда маңыздысы пациенттің шағымы. Осы ауруды қоюға келетін болса және пациенттің жасы 40 жасқа дейінгі адамдар және жынысы ер адамдарда көбінесе. Сонымен қатар бізде қазіргі таңдағы инструменталдық және лабораториялық анализдер алынады диагноз қоюымыз үшін. Солардың ішіндегі маңыздысы бұл бізде HLA-B27 деп аталатын ген бар. Осы ген оң нәтижесі көрсеткен пациенттерде бұл аурудың даму жиілігі өте жоғары деп айтсақ болады. Сонымен қатар бізде бел ауруын басқа да аурулардан айырмашылығын көруіміз үшін ерте өзгерістерді көре алатын әдіс бұл МРТ. Бел, сегіз көз аймағын МРТ-ға түсіру арқылы сол жерде қабыну белгілері бар ма, жоқ па, соны анықтаймыз. Егер пациенттің жасы, шағымдары және бір лабораториялы немесе инструменталды әдіс оң нәтиже беретін болса, біз пациентке диагнозды қойып, ол диагнозды дәлелдеп, барынша ерте емді бастауға тырысамыз. Келесі сұрағымыз, бұл ауру тұқым қуалайды ма? Ген бар, ауру міндетті түрде дамиды деген сөз емес. Пациенттің шағымдары, жасы, клиникалық белгілері егер болатын болса, сонымен қатар біз қосымша осы генді тексеріп көрсек және бұл оң нәтиже беретін болса, сол кезде ғана диагноз қойылады. Ал егер пациенттің шағымдары біздің ауруға келмейтін болса, ұқсас емес, басқа бір аурудың сипатына сәйкес келетін болса, бірақ HLA-B27 гені оң нәтиже беретін болса, бұл ауру бар деген сөз емес. Яғни біз бұл ген тұқым қуалайды. Егер де ата-анасы немесе одан да басқа туысқандары Бехтерев ауруымен ауырған болса, ол балада HLA-B27 гені тексеріс нәтижесінде оң нәтиже беруі мүмкін. Және сол оң нәтижемен ол бала өмір бойы ауырмай, дені сау болып өтуі де мүмкін. Яғни бұл диагнозды қоюға көмектесетін, диагнозды нақтылайтын бір әдіс деп айтсақ болады. Ал ген бар деген сөз, ол міндетті түрде бұл балада осы анкилозаушы спондилоартрит болады деген сөз емес. Бірақ бұл гені оң нәтижелі адамдарда даму жиілігі өте жоғары. Егер қандай да бір сыртқы фактор әсер ететін болса, бұл адамдар осы аурумен ауыру мүмкін. Ол қандай себеп дейтін болсаңыз, бұл аурудың нақты бір себебі жоқ. Тек қана әсер етуші факторларымыз бар. Жаңағыдай, егер бұл ген ер адамда оң болатын болса және ол көп вирусты немесе инфекциялық аурулармен көп ауыратын болса, бір
буында травма болса, немесе омыртқасын, басқа да буындарын зақымдап алатын болса, бұлар провоцирующий фактор болып осы процестің басталуына әсер етуі мүмкін. Бірақ барлығында бұл ауру бола бермейді. Келесі сұрағымыз, бұл ауру қалай емделеді? Қозғалыс ең тиімді дәрі. Дәрілер қозғалыстың орнын баса алмайды. Яғни сізге диагноз қойылғаннан кейін дәрігер міндетті түрде базистік сізге ем тағайындайды. Бұл ауру жаңа айтып өткеніміздей созылмалы қабынулық ауру. Бір рет диагноз қойылғаннан кейін өкінішке орай бұл диагнозды ешкім сізден алып тастай алмайды. Бірақ сізде бұл аурудың өмір бойы обострениясы болмауы мүмкін. Сіз диагноз қойылғаннан кейін, белгілі бір леченияны алғаннан кейін, белгілі бір уақыттан кейін ремиссияда болып, әр 6 ай сайын немесе 1 жыл сайын дәрігердің бақылауында болып жүруіңіз мүмкін. Және сол уақыттардың барлығында сізде дәрілерді ішіп жүрген кезіңізде де, ішпей жүрген кезіңізде де ең бастысы бұл қозғалыс. Яғни күнделікті сізде ЛФК, кинезотерапия, реабилитациялық жаттығулар. Бірақ еміне келетін болсақ, медикаментозды ем, ол жаңағы қабынуға қарсы ауруды басатын дәрілерден бастап көреді. Қазіргі таңда арнайы осы анкилозаушы спондилоартритқа байланысты халықаралық ұйымдар бар. Сол ұйымдар жыл сайын өздерінің рекомендацияларын беріп отырады. Қазіргі соңғы рекомендациялар бойынша ем 3 этаптан тұрады. Басында сізге қабынуға қарсы және ауырсынуды басатын дәрілерді белгілі бір уақыт ішіп көреміз. Сосын ол әсер етпесе иммуносупрессивный таблеткалар сізге берілетін болады. Ол дәрілерді алып болғаннан кейін, егер әсер етпесе, келесі қадам қазіргі таңда заманауи енді шығып жатқан биологиялық терапия. Биологиялық дәрілер осы сіздің өмір сүру сапаңыз диагноз қойылса да бұзылмай еркін өмір сүруіңіз үшін көмектесетін дәрілер болып табылады. Осындай жалпы медикаменттік терапия бар. Сонымен қатар басында айтып өткендей қозғалыс, әрқашан пациенттеріміз қозғалыста болуы біз үшін өте маңызды. Жеңіл жаттығулар күнделікті таңертең, кешке міндетті түрде отырып немесе жатып жасаған дұрыс. Ауыр емес, минималды травма алатын спорт түрлерімен айналысуын біз сұраймыз, біз ұсынамыз осындай спорт түрлерімен айналысуына. Және біздің пациенттеріміз барлықтары жүзу, йога деген секілді көптеген спорт түрлерімен еркін айналыса берсе болады. Біздің қазіргі кездегі басты мақсатымыз пациенттің өмір сүру качествосына бұл ауру ешқалай әсер етпеуі қажет. Қазіргі таңда халықаралық рекомендациялар бойынша тағайындап, пациентке бұл ауруды толық түсіндіріп, және бұл аурумен өмір сүруге болатынын, және қартайған кезінде де, қазіргі кезде де ешқандай бұл ауру бұл кісінің өміріне әсер етпейтіндей мақсатта біз жұмыс жасаймыз. Келесі сұрағымыз, науқастарға қандай кеңес бересіз? Науқас дәрігермен бір командада жұмыс істесе ғана өмір сүруі сапалы болады. Яғни дәрігерлер диагнозды қойғаннан кейін біз міндетті түрде бүкіл бұл аурудың қандай асқынуларға алып келу мүмкіндігін, және ем алғысы қандай және де ем алса осындай асқынулардың алдын алуға болатындығын біз толық түсіндіреміз. Және де пациенттер дәрігер берген рекомендацияларды толық орындайтын болса, сапалы өмір сүре алады. Және де біз қазіргі таңда көріп отырмыз, соңғы 10 жылдықта, егер диагноз уақытылы қойылып, 12-13 жаста қойылған пациенттеріміз қазіргі таңда ешқандай өмір сүруіне бұл ауру әсер етпейді. Емді біз барынша аурудың асқынулары болмауы үшін агрессивті тағайындайтын кездеріміз де болады. Емнен бөлек бұл жердегі пациенттің өмір сүру салты өте маңызды
темекі шекпеу, немесе басқа да зиянды заттарды қолданбау, әрқашан қозғалыста болу, спортпен шұғылдану, артық салмақтың болмауы деген секілді факторлар өте қатты рөл ойнайды бұл ауру кезінде. Егер ауруы обострение болып тұрса, яғни қатты күнделікті мазалап жүрген болатын болса, дәрігермен сол обострениясы басылғанға дейін толық рекомендацияларын орындау керек. Ал ремиссияда болатын болса, ешқандай шағымдары жоқ, бірақ осы диагноз 5 жыл алдын, 10 жыл алдын қойылған болса, болды, менде қазір ешқандай симптом жоқ деп кетіп қалмай, міндетті түрде дәрігерге жоспарлы түрде консультация алып, өзінің денсаулығын бақылап отыру қажет. Ерте анықтау неге маңызды? Бел ауруы 3 айдан ұзақ болатын болса, дәрігерге көрініңіз. Ерте ем сапалы өмір сүрудің кепілі. Ерте диагноз қою арқылы сіз әрқашан дәрігердің назарында боласыз, бақылауында боласыз. Дәрігер сізге тек қана бұл аурудың бел немесе буын аурулары емес, басқа да көзіңіздің, ішек, жүрек, бүйрек, тері ауруларымен бірге жүруі мүмкін екендігін сізге ескертеді, және сіз басқа да дәрігерлердің қарауында боласыз. Жаңа айтып өткеніміздей, көздің қабынуы, егер сіз уақытылы ем алмайтын болсаңыз, осы аурудың асқынуы ретінде көзіңіздің қабынуы әсерінен уақытылы емді алмағаныңыздан қайта көру қабілетінен толық айырылуыңыз мүмкін. Ең қауіпті, біз қорқатын белгілердің бірі, яғни сіз егер әрқашан дәрігердің бақылауында болсаңыз, басқа узкий специалисттарға сіздің дәрігеріңіз міндетті түрде жіберіп отырады. Анализдеріңіз әрқашан бақылауда болады. Осы аурумен сапалы ұзақ өмір сүріп, спортпен айналысып, қазіргі таңдағы шығып жатқан соңғы халықаралық рекомендациялардың мақсаты бұл ауруды бұрынғыдай біз көшеде көріп жүргендей, жаңағыдай иіліп қалған омыртқалары, сүйектеніп кеткен омыртқалары қазіргі кезде қозғалмай қалған пациенттер еңкейе алмайды, немесе бұрыла алмайды, тек қана бүкіл денесімен бұрылады. Біздің мақсатымыз қазіргі кездегі және барлық осы дүниежүзілік спондилоартритқа қарсы ұйымдардың рекомендацияларында ауруды барынша ерте анықтап, дәрігерге көрініп, емді алып, сапалы өмір сүру.